Жамбылда цифрландыру жаңа кезеңге қадам басты. Мемлекеттік басқару, медицина, қауіпсіздік, білім беру және ауыл шаруашылығына жасанды интеллект кеңінен енгізілуде. Мыңдаған бейнекамера қауіпсіздікті бақыласа, медицинада зерттеулерді жасанды интеллект талдайды. Ал агро салада дрондар жұмыс істеп жатыр. Цифрлық шешімдер өңір өмірін қаншалықты өзгертуде? Жамбылда цифрлық технологияларды енгізу бағытында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Мәселен, денсаулық сақтау саласында жасанды интеллект қолданылатын телерадиология жобасы 22 медициналық ұйымды қамтып отыр. Биылғы жылдың екінші тоқсанында 786 мыңнан астам науқас тексеріліп, оның 300 мыңнан астамы жасанды интеллект арқылы талданған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялап, жыл басында жарлыққа қол қойды. Біздің негізгі мақсатымыз цифрлық технологияларды одан әрі дамыту және жасанды интеллектіні елдің негізгі салаларына және ел экономикасы мен күнделікті өмірге озық технологияларды кеңінен енгізу. Қауіпсіздік саласында да цифрлық технологиялардың мүмкіндігі кеңейіп келеді. Облыста 87 мыңнан астам бейнекамера орнатылған, ал Тараздағы сергек жүйесінде 2 мыңнан астам камера жұмыс істейді. Оның 400-і бет әлпетті тану технологиясымен жабдықталған. Биылғы жылдың алғашқы 6 айында автоматтандырылған кешендер мен дрондар арқылы анықталған құқық бұзушылықтар бойынша 308.979 әкімшілік айыппұл салынған. Оның 284 мыңнан астамы өндірілген. Білім беру ұйымдарында да жалпы 21 мыңнан астам камера орнатылып, оның 14 мыңнан астамы цифрлық камералар және 620 бейне аналитика камерасы барлық бір білім беру ұйымдарында орнатылып отыр. Бұған қоса 770 дабыл батырмасымен орнатылып 484 үйім турникеттермен тамақондармен қамтамасыз етілді. Цифрландыру ауыл аймақтарды да қамтып келеді. Бүгінде өңірдегі ауылдық елді мекендердің 76,5% 4G мобильді интернетпен қамтамасыз етілген. Ауыл шаруашылығында 12 дрон қолданылып, олардың көмегімен 5000 гектар алқапта агротехникалық жұмыстар жүргізілуде. Алдағы уақытта тағы 33 дрон сатып алу жоспарланған. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.